Бүгін сіздерге құйрық майды ерітудің ерекше тәсілін көрсететін боламын. Егер сіз құйрық майды еріткен кезде шығатын жағымсыз иісін ұнатпайтын болсаңыз, осы тәсілмен ертіп көруіңізге болады. Құйрық майды осы тәсілмен ертсеңіз, оның иісі бөлмеге мүлдем шықпайды. Және майдың өзі крем тәріздес, жұмсақ, иісі өткір емес, жағымды болып шығады. Тоңазытқышқа шамалы тоңдырып алып, құйрық майды осылай үлкен бөліктерге бөліп турап аламыз. Және турау барысында бойындағы кішкене бездерді алып тастаймыз. Құйрық майды осы тәсілмен еріткенде, оның бойындағы барлық витаминдер және пайдалы заттар сақталатын болады. Және осы тәсілмен ерітіп алған құйрық майды ауырған кезіңізде жақсаңыз, қол аяғыңызды майласаңыз, ол сізге күш-қуат береді. Және аурудан, салқын тиюден тезірек айығуыңызға көмектеседі. Осылай турап алған құйрық майды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқыштан өткізіп алған майды өзімізге керекті мөлшерде шиша банкіге салып, оны су ваннасында қайнататын боламыз. Осылай су ваннасында ұзақ уақыт қайнатамыз. Қайнату барысында су көлемі азаюы мүмкін. Ол кезде ыстық су құйып отырып, судың көлемін көбейтіп отырамыз. Және құйрық майды ұзақ уақыт қайнатамыз. Қайнатқан кезде құйрық май сап-сары мөп-мөлдір болып бөлініп шығады. Осы аппақ болып тұрған құйрық май толықтай еріп, барлығы сап-сары мөп-мөлдір майға айналғанға дейін қайнатамыз. Міне мына жерде түбінде шамалы қалған, оны да арғарай қайнатамыз. Ұзақ уақыт қайнатып, өзімізге керекті мөлшерде майды алғаннан кейін ыстық судан түсіріп, майды суытамыз. Май шамалы суылғаннан кейін оны сүзгішке құйып, мөп-мөлдір сұйық бөлігін бөліп аламыз. Және ерімей қалған бөлігін, яғни шыжықты да сүзгішке түсіреміз. Барлығын жақсылап түсіріп, оны қасықпенен басып отырып, бойында еріп тұрған құйрық майды түсіріп аламыз. Сүзгіштен төменге түсіріп, жинақтап, бойындағы еріп тұрған барлық майды алып аламыз. Міне біздің қолымызға мөп-мөлдір еріген құйрық май шықты. Оны өзімізге ыңғайлы ыдысқа құйып аламыз. Екінші рет құю барысында марлемен тағы да сүзіп алсаңыз артық етпейді. Өйткені кішкене шыжықтың бөліктері марледе қалып, сіздің қолыңызға тап-таза, сап-сары құйрық май болады. Бұл құйрық майды сіз ішсеңіз де болады, денеңізге жақсаңыз да болады. Ол қатқан кезде қатты болмай, жұп-жұмсақ болып, крем сияқты болып тұрады. Және иісі өткір емес болады. Балалар да оны байқамайтын болады. Мына қалған, ерімей қалған бөлігін тастай салмай, оны да іске асыруымызға, яғни жаратуымызға болады. Майды ұнататын кісілер бұның дәмін өте жақсы көреді. Өйткені тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш дәмдеуіштер қосып, қызыл бұрышты өткір қылып қосып, майды дәмдеп алсақ болады. Қара бұрышын да өткір қылып қосып, және 2 бас сарымсақты үккіштен өткізіп, оны да қосып, майды араластырып, дайындап аламыз. Бұл май құрамында сарымсағы болғандықтан микробтарға қарсы, және өзі құйрық май болғандықтан иммунитетті көтеретін өте пайдалы үй жағдайында жасалған май болып шығады. Азғантай көлемде болса да, бұл сізге ұзақ уақытқа жетеді. Оны ауырған кезіңізде жесеңіз де болады, болмаса күнделікті таңертеңгі асқа нанға жағып жесеңіз де өте дәмі жағымды болады. Тоңазытқышқа осылай қойып қоюыңызға болады. Ас болсын.